Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Қазір яғни психологиялық арықтауға дайындық туралы әңгімелесеміз. Психологиялық қалай біз арықтауға дайындалуымыз керек. Психологиялық арықтауға біз бүкіл жан тәнімізбен, миымызбен осы арықтаудың қандай бізге қандай жақсы жақтары бар, қандай пайдасы бар, сол туралы біз миымызға шегелеп тастауымыз керек. Яғни сіз арнайы арықтау күнделігін жазасыз. Мысалы, жарайды, сен арықтай ғой, сен арықтасаң денсаулығың мықты болады деген сөзбен адам тез арықтай алмайды. Себебі ол жылдар бойы адамның әдеті, адамның өмір сүру қалпы. Сондықтан бірінші арықтау үшін өзіңізді психологиялық жағынан настроить етіп, психологияңызды өзгертуіңіз керек. Яғни сіз өзіңіздің алдыңызға план құрдыңыз ба? Қанша жыл өмір сүргіңіз келеді, ойландыңыз ба? Ойланбасаңыз, енді уақыт келді. Артық салмақ көптеген аурулардың себепшісі, және көптеген адамдар осы артық салмақтың әсерінен жүрек қан тамыр аурулары, инфаркт, жүректің кенеттен тоқтауы, миға қан шабу сияқты осындай асқынулардан адам қайтыс болады. Қазақстан Республикасында жыл сайын 50 мың адамды біз осы аурулардан жоғалтамыз. Оның бәрінің себепшісі ол артық салмақтың болуы, көмірсуға бай тағамдарды жеу, күнделікті физикалық белсенділіктің төмен болуы да. Сондықтан оның бәрін біз мимен ұғынуымыз керек. Өзіңіз миға айтуыңыз керек: мен ұзақ өмір сүргім келеді, ғұмыр жасым осынша болғанын қалаймын, денсаулығым осынша болғанын қалаймын, салмағым осынша болғанын қалаймын деп миыңызға яғни настрой бересіз. Кәдімгідей күнделігіңізді ашып жазуыңыз керек. Сонымен осылай настрой өзіңізге беріп болғаннан кейін, яғни өзіңіздің күнделігіңізге салмақты жазыңыз, бұрынғы әдемі фотоңызды жабыстырып қойыңыз, немесе өзіңізде бір тұмар болу керек, арықтау үшін арналған тұмар. Мысалы, ол сіз арық кезіңізде түсірілген фото болуы мүмкін, ең әдемі көйлегіңіз болуы мүмкін, ер адам болса әдемі шалбарыңыз болуы мүмкін да. Оны сіз бір тұмар ретінде қойып қоясыз, осынша салмақ болғанда мен осыны киіп шығамын деп. Осылай психологиялық настрой жасаймыз. Бірінші. Тағы бір айтып өтетін жағдай — ол таза су. Су бұл адамның өміріне үлкен өзгерістер алып келеді. Адамның ағзасын тазалайды, зиянды заттардан. Сонымен қатар зат алмасуды дұрыстайды. Яғни су бұл адамды құтқаратын, адамның ағзасындағы холестериннің мөлшерін төмендететін, зат алмасуды жақсартатын болып келеді. Қазір маған жаныма кішкентай бала келіп қарап тұр. Келе ғой, келе ғой, келе ғой, кел, жаным. Сонымен тамақтың ішудің алдында біз бір стакан судан бастаймыз таңымызды да. Неге деген сұрақ келеді. Қазір мен сіздерге айтып өтемін, кетіп қалмаңыздар, каналға жазылып лайк басыңыздар. Себебі біріншіден су бұл зат алмасуды жақсартады, екінші кожаңыздың тазалығын ұстап тұрады. Кожаңызда әртүрлі безеулер, майлы нәрселердің бәрін сіздің ағзаңыздан тазартады. Екінші, асқазанға түсетін тамақтың көлемін азайтады. Егер сізде үлкен салмақ болса, сіз осындай мен айтқан нәрселерді жасау арқылы 20, 30, 35 килограммға дейін арықтауға болады. Ал егер салмағыңыз мысалы 90, мысалы салмағыңыз 75-80 болса, бұл кісілер арықтау жай болады. Сондықтан қазір мен суды ішуден бастаймын. Осы ішкен суым менің ағзама пайдалы болсын. Терімді, денсаулығымды тазартсын, ғұмыр жасымды ұзартсын. Яғни біз өзіміз не жеп жатқанымызды ұғынуымыз керек. Миға айтып отыруымыз керек. Біздің ми сену керек, себебі біздің ми қанша жылдан бері үйренген зиянды тамақтарды жеуге. Ал мен қазір миымды дайындап отырмын, миымды өзгеріске. Осы суды ішу арқылы сен ағзаңды тазартасың.
ғұмыр жасың ұзақ болады, салмағың төмендейді, жас, әдемі көрінесің, балғын көрінесің. Және балаларыңның қызығын 80-90 жасқа дейін бірге жүруге жазсын. Ал достар, мен суды ішіп болдым. Ағзамды тазарттым осылай. Асқазанымның, яғни көлемін кішірейтіп жатырмын. Енді мен өзіме пайдалы осындай салат заказ бердім. Осы салатты қазір жеймін. Яғни бірінші брокколиден бастаймын. Брокколиді басында сіз ағзаңыз дәм сезу рецепторларыңыз ұнатпайды, яғни дәмі көп адамға ұнамайды. Сондықтан мына салаттың құрамында мынандай соус бар, дәмді соус. Осы қайнатылған брокколиді осы соусқа малып жеймін. Мына брокколидің ерекшелігі осы салатта. Брокколиді қайнатпапты. Қайнатылмаған брокколидің пайдасы 10 есе. Себебі калий мен магний жүрек жұмысына керек заттарды толығымен аласыз. Ал брокколиді қайнатқан кезде сіз яғни суға бұның ішіндегі көп микроэлементтер шығып кетеді. Сонымен қатар кейде аяғыңыз тырысып қалатын жағдайлар болса, оның бәрі калий мен магнийдің жетіспегеннен және кальцийдің жетіспегеннен болуы мүмкін. Сіз жеген көкөністердің бәрі осы проблемалардың бәрін шешеді. Сонымен қатар брокколи егер сізде анемия болса, оны да шешеді. Егер сіз жүктілікті жоспарлап жүрсеңіз, құрамындағы витаминдер, яғни анемияның проблемасын да шешеді. Сондықтан бұл өте пайдалы. Сіздерге айтатыным, бұл диета деген, яғни бәрін алып тастау, ет жемеу, май жемеу деген сөз емес. Диета деген, яғни ағзамызға микроэлементтерге бай, осындай әртүрлі көкөністерді қосу, белоктарды қосуда ұнтамақтарын азайту. Себебі ұнтамақтары ағзамызға түскеннен кейін ыдырап, ең соңында ол қант пен майға айналады. Жұмыртқа жеп отырмын. Мысалы, неге тамақ жеп отырып, оның бәрін айтып отырмын? Себебі мен миымды әр жас жанды өзгертіп жатырмын. Әр жас жаныма, яғни доказательство дейді ғой, доказательство беріп жатырмын. Яғни миым одан кейін бұл мида осы информация аздап қала береді. Сондықтан мен осылай өзімді психологиялық түрде дайындаймын. Психологиялық түрде дайындау, мысалы, тағы көп адамдарда стресс жағдайында тамақ жейді, яғни импульсивті тамақ жеу. Өз-өзін ұстай алмайды, яғни кішкене стресс болса, біреумен ұрсып қалса, яғни отбасында қандай да бір стресс болса да, уайымдап жатса, бүкіл, яғни өзін жұбатуды тамақтан алады. Ол тамақтан алады. Сондықтан осының бәрі осындай нәрселер болмау үшін біз не істеуіміз керек? Осындай нәрселер болмау үшін бірінші сіз өзіңізден сұрап отыруыңыз керек. Мен қазір шынымен де қарным ашып тұр ма? Сіз сұраңыз өзіңізде, мен шынымен де қарным ашып тұр ма? Или менің қазір қатты стресс алдым, может, ішім пісіп отыр ма, сондықтан жеп жатырмын ба? И солай сіз өзіңізден сұрайсыз.
сұрап, яғни шынымен қарныңыз ашып жатыр ма, немесе қарныңыз аш емес па, соны анализировать етуіңіз керек. Өзіңіздің сезіміңізді ести білу керек. Мысалы, көп адамдар өзінің сезімін мүлдем естімейді. Мысалы, таңертең айтайық, мысалы сіз уже тамақ ішіп қойдыңыз обедте, сосын обедтен кейін біреудің туған күні болды, біреу қонаққа шақырды, біреудің үйіне барып қалдыңыз, сосын кел тамақ іш, ауыз ти, олай болмайды дейді да. Сосын сіз жарайды деп барып өзіңіз обед ішіп шықтыңыз, әлі 1 сағат өткен жоқ, сонымен солармен бірге отырып шай ішесіз, тамақ ішесіз да, сосын біреу айтқанына байланысты сіздің қарныңыз ашып тұрған жоқ. Сондықтан оның бәрін сіз анализировать етуіңіз керек. Қазір мен қарным ашып тұр ма? Қарныңыз ашып тұрса ғана жеу керек. Мұның бәрі психология, яғни өзіңіздің ағзаңызды ести білуіңіз керек. Психологиялық түрде дайындалу керек оның бәріне. Сондықтан сіздерге айтып өтетін жағдай, біз көбінесе бала кезімізде егер біз жылаған кезде тамақпен бізді алдап, тамақпен тыныштандырған болса, ол біздің миымызда тереңде өте шегеленген нәрсе болады. Яғни біз кішкене стресс алсақ, уайымдасақ, тамақ жейміз. Яғни күнделікті біздің яғни дәстүрлерімізді, мысалы біз туған күн тойлағанда стол жаямыз да, керемет тамақтарға толтырамыз, күнделікті жемейтін, және неше түрлі сусындарды ішеміз да. И біз, когда тамақ жеу бізде ассоциация тудырады, яғни әдемі, күшті, яғни тамақ жеу бізге ассоциация тудырады. Немен? Яғни бақытты сәттермен, отбасымызбен, күлкілі сәттермен, осындай ассоциация тудырғаннан кейін біз кішкене стресс болсақ болды, тамақ жегіміз келеді, немесе тамақ жеп кішкене жеп алғаннан кейін кішкене жүйкеміз тыныштандырып, өзімізді бақыттырақ сезінеміз, иә? Ол яғни серотонин гормонын береді. Серотонин және эндорфиндер береді. Осы эндорфиндерді біз қалай алуымызға болады? Бұл эндорфиндерді алуға болады сіз өзіңізді мақтау арқылы, яғни психологиялық түрде сіз өзіңізге көңіліңіз толу керек. Яғни сіз өзіңіздің күнделігіңізге бірінші жазасыз: мен пәленше осындаймын, менің жеткен жетістіктерім осындай, Аллаға шүкір, отбасым бар, балам бар, осындай оқу бітірдім, менің достарым көп, менің жұмысымда құрметтейді. Яғни өзіңіздің жақсы жақтарыңызды өзіңізді мақтау арқылы, шынымен солай сезіну арқылы осы гормондарды бөлуге болады. Және тағы айтып өтетін жағдай, яғни сізге күнге шығып тұру керек. Адамның денесіне күн түскен кезде адамда жақсы сезім, жақсы гормондар шыға бастайды. Қараңыздар, қалай күн әдемі болып тұр. Жақсы гормондар бөліне бастайды, және күннің сәулесі адамда серотонин гормонының бөлінуіне себепші болады, ал оның бәрі зат алмасуды жақсартады. Біз жақсы көңіл күйде боламыз. Және стресстен алшақ болу керек. Егер сіз ылғи да стрессте болатын болсаңыз, стресс ол кортизол гормонының бөлінуіне ықпал етіп, сіздің бел аймағыңызға, іш аймағыңызға майдың жиналуына алып келеді. Егер сіздің бел аймағыңызда май өте көп болса, аяқтарыңыз жіңішке болса, қолдарыңыз жіңішке болса, бұл деген сөз сізде, яғни кортизолдық тип болады, семірудің. Мұндай типте сізге стресстің бәрін төмендету керек. Өзіңізді стресстан қорғап, өзіңізді стресстан жабуыңыз керек. Осының бәрін сіздерге яғни айтып отырмын. Ол қазір отырдыңыз, мен арықтай салайын деп, сіз тез арықтай алмайсыз. Сіз бүкіл өзіңіздің мына әр миыңыздағы жасушаның ойлау қабілетін яғни өзгертуіңіз керек, иә? Әр жеп жатқан нәрседе мен не жеп жатырмын? Қазір бұл пайдалы ма менің ағзама? Мен қазір қарным ашып тұр ма? Немесе жай ішім пысқаннан жеп отырмын ба? Немесе стресс алғаннан жеп отырмын ба? Осының бәрін өзіңіз, яғни өз ағзаңызды сезіне білуіңіз керек. Сонымен қатар қазіргі таңда айтып өтірмін да, тек қана жүрек қан тамыр ауруларынан Қазақстанда 50 мың адам қайтыс болады жыл сайын, ал қант диабетінен қайтыс болатын адамдардың саны одан да көп. Сондықтан оның ең бірінші себепшілері ол артық салмақ. Я, артық салмақ.
сонымен когда сіз арықтап жүрген кезде бір жақсы жері әр жеген ингредиентіңіздің, әр жеген жемісіңіздің, көкөнісіңіздің, әр жеген балықтың, еттің, жұмыртқаның дәмін 1000%-ға сезінесіз. Мысалы, менде артық салмақ бар кезде мен тамақтың дәмін сезбейтінмін. Дәмді қазіргі, сезетінмін, бірақ мұндай анық түрде әр тамақтың дәмін сезбейтінмін. Сіз осының бәрін, яғни өзіңізге әр жеп отқанда көзіңізбен қарап айтып отыруыңыз керек. Сосын психологиялық түрде өзіңізді дайындауыңыз керек. Бұрынғы барып жүрген KFC, донер, оның бәрін қоясыз. Оны көріп тұрсаңыз да, сіз ол кезде өзіңізді тыныштандыруыңыз керек. Ондай жерлерге бармау керек, себебі сіздерде срыв болады. Срыв болған кезде сіз оны 2 есе жеп қоюыңыз мүмкін. Сосын қалай істеу керек? Психологиялық дайындалып алғаннан кейін ылғи да өзіңізбен өз суыңызды алып жүріңіз. Яғни сізде таза минералды, тазартылған су болу керек. Кранның астынан су ішуге болмайды. Ол су тазартылмаған, құрамда әртүрлі тастар болуы мүмкін. Бүйректе тас жиналуын яғни бүйректе тас жиналуы мүмкін. Және тағы басқа аурулар пайда болуы мүмкін. Сондықтан мен ылғи да өз суымды өзіммен алып барамын. Таңертең 1 литр су. Мен салмағым 76 килограмм болған кезде ылғи да осылай қарным аша береді, жегім келеді, өзімді ұстап тұрам. Сосын жемеу үшін ылғи да қарным ашып баратса стаканға су құйып, асқазанымда алдай тұрам. Себебі мен таңертең ғана тамақ ішіп шықтым, әлі 1,5 сағат өткен жоқ, менің қарным аша береді. Ол деген неден болады? Ол сіздің ағзаңызда глюкоза, яғни қант мөлшері кішкене жоғары болуы мүмкін. Ол жоғары болған кезде сіздің қарныңыз аша береді. 1 сағат әлі өткен жоқ, қарныңыз аша береді. Ондай кезде мен ағзамды осылай су ішемін, ақырын. Және суды егер сізде асқазан жарасы немесе әртүрлі асқазан аурулары жоқ болса, яғни суыңызға лимон қосып ішкен дұрыс. Яғни міне көріп отырсыздар, лимон қостым. Лимон адамның арықтауын 5 есеге тездетеді. Бірақ сіз лимонмен су ішіп алып, артынан 1 килограмм печенье жеп қоймауыңыз керек. Булочка бәрін доғаруыңыз керек. Енді оны былай айтуға оңай, мен ол өзім басымнан өткен үлкен салмақ кезде. Адамда ломка болады. Яғни оны көмірсу ломкасы дейді. Көмірсу ломкасы ол кәдімгідей, мысалы темекі шегетіндер темекі шеккісі келеді, наша шегетіндер наша шеккісі келсе, ал диета ұстап жатқан, арықтап жатқан кісілер мына көмір суға тәуелді болады. Күнде ұн тамақтарын жеп, булочка, печенье, торт, нан, сондай тамақтар, макарон жей бергеннен кейін ағза оны жегісі келіп тұрады. Сосын сізге айтады же деп. Сондықтан сіз ондай кезде өзіңіздің сезіміңізді анализировать етуіңіз керек, өзіңізді ұстап тұруыңыз керек. Және егер шыдамай баратқан кезде ағзаны сумен толтыру керек. Асқазаныңызда жара жоқ болса, яғни 1 стакан лимонды су ішу керек. Тағы да айтатыным, бұл суға ешқашан сіз бал, қант, ештеме қоспау керек. Себебі оның бәрі сізде мына яғни төзімділікті жояды. Сізде мына көмір суға, қантқа тәуелділікті жоғарылатады. Сосын сіз қарныңыз аша беретін болады. Сондықтан айтып өтетін жағдай, бастапқы 1 апта, 1,5 апта қиын болады. Если сіз шыдасаңыз, ары қарай сіз мүлдем тамақ іздемейтін боласыз. Сосын дене салмағыңыз қанша килограмм болсын, 100 килограмм, 100, 150, 90 болсын, сіз әдемі киініп жүруіңіз керек, өзіңізді қадірлеуіңіз керек. Сіздің миыңызды толық перестройка жасау үшін мен қадірлімін. Бұл әлемде менмін, ең қымбат жан менмін. Бұл әлемде ең бағалы жан менмін деп өзіңізді бағалауыңыз керек.
күнделікті өмірде үйде жүрсеңіз де ең әдемі киіміңізді киініп, өзіңізді күтіп, шашыңызды тарап, өзіңізді барынша әдемілеуге тырысу керек. Айнаға қарағанда, айнадан өтіп баратқанда өзіңізге қарап неткен керемет әйел деген, немесе неткен керемет сұлу көрікті адам деген сіз өзіңіз ой түйуіңіз керек. Сосын егер айналадағы адамдарыңыз сізді қолдап ылғи да комплимент айтса, ол да сізді үлкен мотивация береді. Яғни сосын осы диета ұстап жүргенде сіздің ағзаңыз үйренбеген ғой мұндай тамаққа, сосын сізде ломка басталып, кішкене көңіл күйіңіз түсуі мүмкін. Осындай көңіл күйіңіз түскен кезде балаларыңызбен билеп, немесе далаға шығып, серуендеп, күнге шығып, жақсы гормондар бөліну үшін осылай жасасаңыз, сіз көбірек, яғни срыв болмай, майлы тамақтар, ұнды тамақтарды жемей, шыдамдылығыңыз көбейе түседі. Осы психологиялық дайындық, егер осы видео сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылыңыздар. Бұдан кейін мен сіздерге одан да жақсы ақпараттар беремін. Және айтып өтетін ақпарат, күнделікті не жеп жүргендеріңізді жазыңыздар. Дизи, горилла, кола, тәтті сусындар, неше түрлі шай, осының бәрін жазып, оның орнына сумен алмастырасыз. Қантты шай ондай ішпейсіз. Бәрін таза суға алмастырасыз, сізде зат алмасу тездетеді, арықтайсыз. Әр тамақ жеудің алдында 1 стакан су ішуді ұмытпаңыз. Сосын психологиялық, яғни өзіңіздің миыңызды, сана сезіміңізді өзгерту үшін сізге әдемі блокнот керек. Осы блокнотқа өзіңізді мотивацияларыңызды, жеткен жетістіктеріңізді жазасыз. Одан кейін салмағыңызды, беліңіздің айналасын, аяғыңыздың айналасын жазып қоясыз. Бүгінгі күнді жазасыз, уақытын жазасыз. Сосын мотивация ретінде тағы айтып өтетін жағдай, не жазуыңыз керек? Қандай салмақта болғыңыз келеді? Арманыңызды жазасыз. Соның бәрін жазып, өзіңізге мотивация ретінде күнде ашып қарауыңыз керек осы салмаққа. Сосын әдем болып жүру керек. Егер сіз әдем болып жүрсеңіз, әдем болып, яғни өзіңізден ешқашан үлкен размерде киім алмаңыз. Киім сізді облигать етіп тұру керек. Себебі егер сізде киім үлкен болып тұрса, жарайды, ішім көрінбейді ғой деп жей бересіз тамақты. Ал сіз өзіңіздің айнада өз бітіміңізге қарағанда, ой, что-то көп жеп қойдым, ішім шығып тұр. Так, өзіңді ұста, Гүлнұр, өзіңді ұста, Гүлнұр, олай істеме. Сен ғұмыр жасың ұзақ болу керек, денің сау болу керек, балаларың үшін әдем көру керексің. Сен өте жассың, өте сымбаттысың. Сондықтан өзіңізге осылай айнаға қарап, өзіңізбен сөйлесуге өте қатты көмектеседі. Сізбен болған Бегім Талапқызы, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.